Сен намаздағы хұшумен имам болдым, мектеп оқыдым, түстен кейін имам болдым мешітте барып. Сондықтан балаң ұстасын. Ертең қиын күндер келсе соған дайын болады. Алланың әмірін орындайды. Сүрені қалай жаттаймын, ұмытып қала беремін. Әрдайым оқисың. Жаттаудың ең жақсы жолын имам Шафиден сұрапты. Жаттаудың жолы не болады десе, қайталау депті. Анам қайтыс болды, тас қойылмапты, биыл қойсам бола ма? Сен өзің тас болып бер. Сен анаңның белгісі болып бер. Сен анаңның жұлдызы болып бер. Сен анаңның ізі болып бер. Сен анаңның нұры болып бер. Тасты қойып, өмірің тастай болса не пайда? Қатыгез дегенің ғой. Сен мейірімді бол, ағайыныңмен жақсы бол, туысыңмен бекем бол, сол маңыздырақ. Хаял адамдарда тоқтаусыз хайыз емес қаны келетін жағдайда бір кеселдікпенен келіп жүретін болса, ораза бұзылады ма? Өзіңіз айтып тұрсыз ғой, бұны араб тілінде истихаза дейді. Ауру қаны келген кезде, егер ол 10-13 күннен асатын болса, онда әйел адам ғұсылын алып, шомылып, оразасын ұстай береді, намазын оқи береді. Бұл ауру болады. Енді аурумын деп жүре бермей, өліп қалмай тұрып, докторға бар. Өзі бар ғой, гинеколог деген доктор бар. Сол гинекологқа бар, менде мынадай болып жатыр, изменение болып жатыр, білмеймін. Басым айланып жатыр, осындай болып жатыр деп докторға барып көрдім. Бірақ ораза ұстай бересің 10 күннен аса. Үтір уәжіп намазын құптаннан кейін оқуға, үтір уәжіп намазын дейді, құптаннан кейін оқу парызға кіре ма дейді. Уәжіпке кіреді, міндет. Саламатсыз ба, 2 жыл ораза ұстадым, биыл таң намазын оқып бастадым, тамаша. Бірақ балаларым кішкентай, кейде ауырып түнімен ұйықтамайды. Қарыз күндерді қалай оқимын? Ең соңғы қаза деп оқи бересің. Тура солай қалай оқыдың, оқылатын еді, уақытысында тура солай, один в один, бірақ ниетінде қаза деп айтасың, иә? Дем салдырған дұрыс па? Бірінші өз-өзіңе саласың, содан қалғаннан кейін. Көресің. Оқисың, содан барасың. Нұрсұлтан Назарбаевты тірейді ғып анық көрдім түсімде. 2 қабат едім дейді. 3D қазір аз уже. Қазір заман технология дамыды. Қазір 8D шықты. 8K деген шықты. Қазір сен 3D кішкене чуть-чуть қалып қапсың сен. Түсің чуть-чуть қалып қалған. Бұна обновление жаса. Прошивкаңды кішкене обновление жасасаң, түстің прошивкасын сен 8D ғып көреді. Сонда точный вот. Пока сенкі 3D әлі анық емес әлі. Әлі кішкенте контурлары көрінбейді оқысының. Полный көру үшін, яғни 8D мен көру керек. Қазір 8D. Сондықтан енді көріпсің, жақсы, күшті. Балаң сол мемлекет басқарған, ел басқарған қазақтай, қазақтың тарихи тұлғасы Нұрсұлтан Назарбаев. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Қалай болғанда мәселе ұнау шарт емес, ал қыз емес, ол ұнайтындай қазақтың бір тұлғасы, тарихи тұлғасы. Сондай кісі болса жаман емес. Каспийден рассрочкаға Меккеге билет алып берсе бола ма дейді. Жоқ, келе жоқ. Өз қарыздан құтыламай жүр, енді Меккеге қарызға бармаңдаршы. Отвечай деп. Таң намазын оқуға ниеттеніп жүрмін, бірақ қорқамын дейді. Сол оқымағаннан қорқу керек. Оқығаннан қорқпа жан, баста. Толық дәретім болмаса, намазымды оқи берсем, су тигізбей керек болып тұр. Онда таямен оқисың. Егер су тигізуге болмайды, ауру күшейіп, бір доктор тигізбе деген болса, онда ережесі солай. Оразаның каффаратын басқаша қалай өтеуге болады? Оразаның каффаратын 60 күн ұстай алмасаңыз, 60 адамды толық тойдырасыз. Оған шамаңыз келмесе киіндіресіз. Оған шамаңыз келмесе 1 рет тамақ бересіз 60 адамға. Одан келмесе 1 адамға 60 рет тамақ бересің. Оған да шамаң келмесе, онда әр күніне 4000 теңге шығарды ғой деймін, жаңылмасам, соның есебінен бересің. Оған шамаң келмесе, пітір садақа 735 па? Қанша биыл? Соның құнын 60 күнге көбейтесің. Оған да шамаң келмесе, ек қолың жайып, Құдайым, мені кешір дейсің, сонымен бітеді мәселе. Бәрі жағдайға байланысты. Зорлық жоқ. Емізулі келіншек ораза ұстауға бола ма? Жағдайына қарап көреді. Кейбір әйелдер болады өзі, сүті көп, ораза ұстаса былқ етпейтіндер бар. Ұстай береді. Әйел сүт азайып, бала қиналатын сезсе, ашып беру керек.
Қарыз ораза күндерім бар. Келесі оразадан кейін ұстауға бола ма? Болады. Фотомен жасалған сиқырға сенесіз бе? Сенеміз. Инстаграмнан да жасалып кетуі ықтимал. Емізулік келіншек ораза ұстауға бола ма? Жағдайына қарасын. Дуаны өзінен қалай қайтаруға болады? Аят дұғамен қайтарады. Пайғамбарымызды 3 рет түсімде көрдім, бірақ беті жүзі анық емес. Ол ненің белгісі? Бетін анық көргің келеді. Сенің бетіңде, пайғамбарымыздың бетіндегі бар нәрсе, сенің бетің өту керек. Сонда түсін бетін анық көретін боласың. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның беті немен нұрланды? Амалы, Алла берген табиғаты солай еді, Алланың берген нәрсе. Біздікі немен нұрланады? Адамның бетін не нұрландырады? Намаз, Құран, таза сөз, өтіріктен қашу, арам жемеу. Осы нәрселерді істесең, кейінгі түсіңде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсін анық көретін боласың, бетін. Енді мен сол жағынан келтірдім. Негізі сәл ауырлау айтылады, мен саған сәл жеңілдетіп айттым. Негізі пайғамбардың бетін көруге лайықтымын ба деп келеді кітапта, лайықтысың ба деп. Мен ол жағынан айтқан жоқпын, сондықтан былай түсіндіргенім ғой. Көз тамшылар оразаны бұза ма? Жоқ, асқазанға араласпайды ғой. Ораза бұзу үшін тамақтан өтіп, немесе клизмаға өтіп, немесе спринцеваниядан өтіп, ішек құрылысыңа араласса, немесе тамақтан жұтсаң, сонда ораза бұзылады. Оға дейін бұзылмайды. Мысалы, мұрынға септің, мұрыннан өтіп барып, танаудан өтіп, аузыңа келіп, мына жерге келіп жұтқан сессең, ораза бұзылады. Оға дейін ораза бұзылмайды. Мұрынға сөйтіп қойсаң, жұтып қойсаң, мына жерді бүйтіп сыпырып жұтпай, мына жерді сүртсең, шайсаң, ауыз шайсаң, ораза бұзылмайды. Оразаны ұстап, қайта ұйықтап қалсақ бола ма дейді. Енді көп сөйтеді іштен. Күнәһарсың, тозақсың, бүйтіп енді айтпай қояйық. Онсыз да жаңадан бастаған халқымызда ұйықтамау керек. Енді ұйықтамаса жақсы, конечно. Ұйықтама не істейді? Бүйтіп отыра бермейді ғой. Кітап оқи алмайсың. Біз кітап оқысақ есінейміз. Біз сондаймыз бәріміз. Кітап оқысақ есінейміз, телефон көрсек есінемейміз. Телефон көріп жатып ұйықтап қаламыз. Енді істейсіз біз адам енді қабыл болсын еді. Айналайын. Біраз қарыздан құтылдық. Әлі 5 миллион бар. Аренда, квартира, тамақ, ерекше қызымыз бар. Емге көп ақша кетеді. Іс бастап едік. Жолдасым зекет беру міндет па бізге? Неше теңге зекет береміз? Жоқ, саған міндет емес. Сен қарыздан құтыл. Зекет байларға міндет, саған парыз емес. Здравствуйте, дейді. Как же я вас обожаю, дейді. Взаимно. Каждый месяц даю себе начать намаз, но сама себя обманываю всякими причинами. Это лицемерство сама себе? Однозначно. Даже вот когда человек дает слово начать, и при этом он не начинает, вы знаете, даже ангелы ждут. Ну ты же обещал же, ты же обещала же. Понимаете, поэтому, и когда вы себя даете поводы, приводите, что вот сейчас начну, тем самым шайтан вас дает вам отстрочку. Да, ну вот потом. И знаете, вот, когда мы откладываем, мы тем самым пренебрегаем законом Всевышнего, и плюс, вы знаете, вот, вы, на арабском этих людей называют казабун, то есть лжец, даже не такой лжец, даже лжец в лицемерии. Поэтому вы же знаете, что в следующем месяце не будете читать, но вы при этом в любом случае говорите, да, я начну. Начни, сестренка моя, начни. Жизнь, она скоротечная, она быстро пройдет. Даже вот, вы даже говорите, уже с прошлого года прошел целый год. Вот, да, если считать 100 разы, что вы сделали? Ладно, мы-то, жизнь пройдет. Всевышний спросит, о, мой человек, который я тебя создал, что ты для меня сделал? Вот представьте, мы будем считать все. И придет тот день, когда вы вспомните то, что я говорил. И все мы будем стыдиться. Смотрите, здоровье есть. Некоторые привязаны к больничным койкам. У некоторых глаз нет, не видят света дневного. Некоторые не могут встать, нуждаются в чьей-то помощи. Ну, много же таких людей. Но неужели не хватит, даже в хадисах сказано, ну чего вы ждете? Болезни ждете, смерти ждете. Но что вам нужно сделать, чтобы вы начали? Понимаете? Поэтому начните, сестренка.
Не стоит себя обманывать. Ораза ұстамаса да тарауққа барса болады ма? Болады. Зекет қалай беріледі? Өзіңіз білесіз. Каспиймен берсең болады, қолыңмен берсең болады, обороттан беріледі. Оборотың не? Соны бересің. Мысалы, сіз ұн сататын болсаң, мысалы деймін да, ұннан бересіз. Малың көп болса, малдан бересің. Ақшаң көп болса, ақшалай бересің. Алтының көп болса, алтыннан бересің. Бизнесің болса, бизнестен бересің. Оны ақша қып беру шарт емес, содан кейін жақындарыңа беріңіз. Түсімде өте көп сумка көрдім дейді. Осындай түстерді, демек, мына түстің реальный түс екенін білу үшін шын мәнде рахмани, Алладан келген түс екенін білуінің бірден бір шарты, адам түсті полный көреді. Бір жерін ұмытпайды, нақты көреді. Біліп тұрады, мынадан мынаға дейін. Мынандай не болмайды, неясность дейді ғой. Сумка білем, бірақ сумка ішінде не бар еді деген болмайды. Нақты көресің сумканы. Сумканың брендіне дейін көресің. Сумканың цветі есіңде болады. Сумканы кім көтеріп тұрғаны болады. Осының бәрі қаралады түсте. Сумканы кім көтеріп тұрды? Сумканың ар жағында не бар еді? Кімнің қолында тұрды? Қай қолында тұрды? Осының бәрі қаралса, түстің жорымы айтылса, түстің жорымы анық шығады. Емізулі балам бар, ораза ұстасам бола ма? Көріңіз. Ұры Назарбаев сотталса екен, дұға етіңізші дейді. Жаным, біреуге өлім тілегенше дейді. Атаң қазақтың формуласын айтып берейін саған. О, ар жақтан емес. Ата қазақтың сөзін кетірейінші. Қазақсың ғой. Хотя сауатсыз жазып тұрсың деселе. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Бұл бір. Екіншіден, оны соттаған сіз сотталып кетсекші ал. Екіншіден. Үшіншіден, ол саған не береді ол? Ал, қайық шоғын қанат, қазақша айтқанда. Не болады ал? Ал, болды ал солай дейік ал. Не болады саған? Қазақстан күшті болып кете ме? Жоқ, қай жеріміз не болады? Сондықтан айналып кетейін. Біреуді, әркімнің өзінің құдайы бар. Құдай көп деген маған емес. Құдайдың алдында есебі бар деген сөз ғой. Сондықтан қайтесің жаным. Жақсылық тілейік те өзі. Біз өзі жаман адамның өзіне жақсылық тілеп үйрену керек. Сонда жеңесің. Алла оған бір күні бір үлкен ғалым келе жатқан ғой шәкірттермен. Тыңдаңыз, асықпа. Назарбаев десе қосып кетіп жатыр ма атаң? Арқаң, тыңда. Бір күні бір ғалым келе жатқан ғой. Келе жатса, бір алкаштар ішіп отыр екен. Соны шәкірттер айтады дейді, осылар өлсе екен, осылар арақ ішкенше бір дұға қылыңызшы. Осы ішіп отырғандар жәннетке түссін, аумин, Аллаху акбар деді. Сөйтсем шәкірттер ұстаз қуды депті ғой, жақсы сөз жарым рас дейді. Сондықтан ол кісі мені қолдап жатқан жоқ, маған сөйледі жоқ, жалпы айтқаным ғой, әр нәрседе өзінің жөні болу керек. Маған да ұнамайтын жер көп. Барлығына өлім тілей берсек не болды онда? Марқұм тәтемді көрдім түсімде. Бір жиын болып жатыр екен. Мәні неде? Мәні дәметкенде жиын дәм болады, дәмету болады. Балам 14 жаста намаз оқиды. Бірақ жинап оқиды. Ол қалай болады? Болмайды олай. Оқи берсін, бірақ қалдырмасын. Қазір олай болмайды деп, оны одан бетер қойдырып жібермейді. Сол арқылы тастамасыншы соны. Мейлі жинап оқу деген жоқ енді. Бірақ қазір ондай жоқ десең, онда өзі оқысы келмей жүр ол өзі. Тастай салмасын да. Тағы бір уақытта әйел адамдар қалай оқиды? Мешітте оқиды ма, әлде үйде ме? Мешітке барса, қасында ер адаммен, семьямен ілесіп барса болады. Үйдегі мысалы бала шаға, одан кейін барып, мысалы күйеуіңіз барса, солармен комплект бәріңіз барып, бірге оқысаңыз да жақсы. Ал енді мешітке бара алмасаңыз, үйде оқи береді, әйел адам үйде өзі оқи береді. Тура солай оқиды, 20 ракат. Ораза кезінде подкожа укол алуға бола ма? Болады. Подкожа, надкожа, в кожу бола береді. Жамбасыңа сала берсе болады. Тамырыңа салса да болады даже. Просто витамин болмасын дейді, болды. Асқазанға қосылмайды ол. Нағашы әже, марқұм екеуміз ауылдағы үйде тұштырма пісіріп отырмыз. Пісірдік. Бір жігіт келіп ас ішті. Бұл не бұл? Түс пе өзі қазір? Атын айтып, әкемнің қорасын ерттеп жіберді, ағзам өшірді түсімде. Бұл түс екен ғой, ой құдай. Мен елес сеп атырмын, не ап жүр ол кісі деп.
түсті енді толық жазу керек. Аға кеше өсектеп қойдым дейді. Ішім өртеніп жүр содан бері дейді. Өткенде ана Меккеге бардым да, қажылық омраға. Бір кісілер барды. Сол Меккеге бүйтіп аяғымыз тиіп жатыр ғой, автобустан түсіп. Сон бір жігіт келіп, қолымды алады. Әйел екеуі. Қолымды алып, былай шығайықшы дейді. Жүріңіздер деді. Соны не бір соны ойланып тұрмын ғой, не сөйледі деп. Сөйтсем, айтады да, бір сіз туралы жаман ойда болып едім, дұрыс емес ойда. Соны сөйлегенім, адамды білмей тұрып, сыртынан сөйлеген қандай күнә екенін түсіндім. Біреудің сөзіне ілесіп болады. Бірақ оқыған кезде кішкене ереже өзгеріп кетеді. Ғайыр муаккада сияқты оқылып қалады. Сол үшін екіден оқыған абзал. Тахаджуд намазы қалай оқылады? Тахаджуд намазы, осындай тахаджуд намазы сұраған кезде ойлаймын да, бір керемет, бір андай бір ондай орын барған бір білсем, енді ана суретіңізді ауыстырыңызшы аккаунттағы. Бүйтіп жақындатып көргісі келіп тұр әйтеуір бәрінің. Бұл екіншіден тахаджуд намаз екіден 8 ракатқа дейін түнде оқисыз. Аккаунттағы суреттеріңізді кішкене былай дұрыстау сурет, или вообще сурет тапсаңыздар. Гүл, мүл қойып қойыңыздар. Гүл, природа, табиғат, қазақтың тауларын, тақияның суретін қойып қой, қазақ екеніңді көрсетіп. Керек емес. Зекет ай сайын беріле ма, күйеуі мебель жасайды. Зекет жылына бір-ақ рет беріледі. Ережесі солай. Ал мебель жасауға қарамайды. Сол товардағы мебельдің обороттарын бәрі, фурнитураның бәрі, ақшасы, сол завод, фабрика сендердікі болса, сондай бересің. Өзің біреуге жалдамалы жұмыс істеп жүрсең бермейсің ештеңе. Кредитің болса, қарызың болса. Неге жыл сайын одно и то же сұрақтар болады, адамдар жаттабатын? Енді біріншіден бұл өткен жылғы адамдар емес, бұл жаңа адамдар, бұл біріншіден. Екіншіден дін өзі, ислам өзі повторение. Бүйтіп қарап тұрып, что-то мына Құранның аяты ұнамай тұр маған. Бір новый аят қосайық деп, новый шариғат, новый дін қосамаймыз. Біз бәрі сол. Пайғамбар саллаллаху бері қайталанып келе жатыр, үзілмей, қайталана береді. Миллион бір адам сұраса, сол сұрақта. Мен үшін ол миллион бірінші сұрақ. Сіз үшін мыңыншы сұрақ. Бірақ қойған адам үшін бірінші сұрақ қой. Сондықтан біз қайтармайық. Тупойсыңдар ма? Жаңада оқып біреу сөйтіп жазба, қой өйтіп жазба. Әртүрлі адам бар. Соның деңгейіне түсуге дайынмын мен. Сондықтан ұрыспаңыздар, сіздер. Мен өзім жауабын беріп отырмын, үндемеңіздер. Әртүрлі адам бар. Тоба деп. Сөйт. Жолдасым 5 ай бұрын жүректен операция жасады. Ораза ұстаса бола ма дейді. Жағдайы қалай өзі? Жүрек операция деп өзі әрең бүйтіп тұра алмай, сенімен ұрсамай жүрсе, оны жағдай қиын он. Саған ұрсып, саған тістеп, баяғыда бүйтіп едің деп сені бүйтіп тістеп жүрсе, онда ораза ұстау керек ол. Жақсысы болады. Баяғыда бір кісілер айтып еді, біздің бастық ораза ұстады сіздің арқаңызда дейді. Түртіп айта берген ғой сізді деп. Не болды десем, жақсысы болды дейді. Неге десем, боқтамайтын болды дейді. Үйде боқтайтындар бәрін ораза ұстатыңыздар. Боқтау болмайды, ораза ұстау. Бір ай жақсы болады. Сөйтіп қойып кетеді бұйырса. Ассаламу алейкум. Нужно ли вдвое платить закат? Двое детей, официально не работаю, но альхамдулилля не нуждаемся. Но постоянного дохода нет. Нет. Закат дается само по себе от постоянного дохода, даже от оборота, даже не от того, что от дохода. Вот то, что вы... Есть такое понятие нисаб. Нисаб – это граница от богатого к небогатому. Поэтому вот этот нисаб, вот этот постоянный заработок, он не дает вам такого, вот этой границы. Асли хаджат есть такое понятие. Асли хаджат – то, что вы используете. Одеваетесь, не знаю, детей обуваете, питаетесь, не знаю, продукты. Вот это все убираете. И все, что остается, на это закат возлагается. Не на то, что вы питаетесь, а то у человека есть очень дорогая машина, допустим. Но вы этим машиной пользуетесь, вы закат не даете. У вас есть дом. Очень дорогой дом, в самом элитном районе, все равно закат не даете. Почему? Потому что вы используете этот дом. Но если вы этот дом купили, чтобы деньги никуда-то не ушли,
в качестве инвестиций, но в этом случае тогда будете давать закат. Я так вкратце объясняю. Рамазан айын хаял адамдар таравих намазын оқуы шарт па, және ол қалай оқылады? Әйел адамдар да, еркек адамдар да, ораза ұстағандар да, ораза ұстамағандар да барлығы таравих намазын оқуы керек. Намазды білсе хам, білмесе хам. Білсе хам үйде оқиды, білмесе хам мешітке барады. Бірақ мешітке бара алмайтын әйел, хаял адамдар, олар үйде оқиды. Тілінің келгенше мүмкіншілігі қарап, кітапқа қарап, қағазға қарап, жаттап алып оқи берсеңіз болады. Бірақ 20 ракатқа жеткізіп оқысаңыз сауап болады. Зекетті 2 адам берсе бола ма? 2 компаньона. Дүние общий бола ма, қалай болады? Компаньон долясымен, мына өзінің долясына, мына өзінің долясына бере алады. Если жаңағы айтқан уровеньге жетсе, бай уровеньге жетсе, там надо посмотреть еще. Нуран ага узнала об измене мужа. Я родила месяц назад всего. Зачем так поступает? Мне так больно. Ненавижу теперь. Что делать, не знаю. Душа болит. Поверните свой взор вашему ребенку. Чуть-чуть. Не стоит на этом зацикливаться. Если вы сейчас начнете зацикливаться, она приведет вас к спору, к разборке, различным травмам. В конце концов, семья может разрушиться. То, что он сделал, это не оправдается ничем. Да, он грех, но сам ответит. Но не стоит рушить семью. Не стоит, знаете, из-за какой-то мелочи оставлять ребенка без отца. Не стоит делать поспешных выводов. Поэтому чуть-чуть сдержите себя. Не стоит, знаете, кусать язык. Вы здесь не виноваты. Может, тоже какая-то это есть. Но если человек хочет сохранить семью, он покается, придет, все на свои места встанет. Да? И не стоит, сделал изменение, не сделал измену, как она была, с кем она была, в детали вдаваться, как это все происходило, в каком месте, вам это не нужно туда вдаваться. Оставьте это в воле Всевышнего. Человек по воле, знаете, вот сам ошибается, он ваш супруг, и это самое главное. Мой коллега сказал директору, что я его сравниваю с мошенником, что я такого ничего не говорил. Итог. Я без работы остался. Где справедливость? И почему тот, кто выкладывается и работает, остается без работы? Если бы людям делали выводы по тому, как они работают, как они, как вы говорите, вкладываются, то осел сидел бы на самом почетном месте. Осел больше всех работает. Понимаете? Извините, я вас не сравниваю, вообще, как говорю, как есть такое сравнение. Поэтому не стоит судить. Я чувствую, вы хотите своей работой, своим трудом доказать, что вы лучшие, там, не знаю, в коллективе, перед кем-то. Это тоже в какой-то мере выслуживание. Понимаете, выслуживание. Не стоит так делать. Вот то, что нужно, делайте и все. И не ждите ответа. Вот в чем ваша проблема. Вы ждете благодарности на работе. Не надо, чтобы вас благодарили. Вы свою работу сделали, зарплату получили, все. Вот благодарность, что вы еще больше вкладываете, еще. Вот вы ждете ответа. Не ждите ни от кого, и все легче станет, проще станет жить. А может, в благо то, что вас оттуда освободили. В другом месте устроитесь. Жизнь-то на одном месте не останавливается, Джан. Әйелім тамақ постоянно бірге істейік дейді. Дұрыс па? Мен міндетім емеспін дейді, тамақ істеуге дейді. Бірге істе, дұрыс айтады. Ол сені жақсы көріп жатыр. Сенен қызық қой. Сен сәбіз турайсың, пияз турайсың, көзің ашиды. Сен көзіңді бүйтесің, ол бүйтеді, көзіңе су шашады, көзіңді сүртеді, екеуін құшақтайсың оны, ол сені сүйеді. Сен ортаң тұрасың, сен қалжыңдайсың, приколыңды айтасың. Сен өткен әңгімені айтасың. Школда жүрген қыздарды айтып жүрме сенде.
айтқан осы екен деп. Содан в общем не керек? Сондай жақсы сөздерді айтып, бір-біріңмен дос боласың. Сонымен ортаң күшейеді. Дұрыс, әйелге жәрдем бер. Тамағы тәтті болып тұр. Кафеге барсаң, официанттың тамағын мақтайсың. Сен көрген жоқсың ол. Түкірді ме ішіне білмейсің сен. Сен оны мақтайсың. Әйелің бесплатно тамақ істеп барып жатыр, өмірде бір рет мақтап пең, очень вкусно, спасибо, дорогая деп айтып пең өзі. Қонаққа барғанда, қонақтың өзі айтасың, күшті болыпты, салатың, күшті, бората деген сыры жақсы екен деп айтасың ба өзі, айтпайсың ба? Греческий салат деген күшті екен деп айтпайсың ба? Жоқ, айтасың. Ол сенен ақша алады еще. Үйдегі әйелің бесплатно істейді, бір ауыз рахмет айтса, қасына тұрып, жәрдем бер, қалай істейтінін көр. Пайғамбардан әулие емессің. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кір жуса әйелі кірін жаяды екен, жәрдем береді екен. Ода тұрған не бар? Бізде западло деп айтады, қой, сенің міндетіңмен араласпаймын, бәрі өзің істейді. Жоқ, әйелден қасында тұрып әңгіме айтқысы келеді саған. Ана сәбізді ашыған кезде, картошканың сыртын ашыған кезде, жұқа ашу үшін әйел адам күйеу тыңдау керек. Сол кезде әңгіме айтады олар. Сол кезде анау веяние дейді орысша, қазақша айтқанда шабыт келеді да, әйел ана картошка сәбізді ашиды ғой. Сол кезде қасында отыру керек, әңгіме айтады. Қасында отырады дейді, тыңдап. Сосын отыр тыңдап. Сосын әйел адам ашылады. Как гүл сияқты ашылады. Бүкіл аузындағы бәрін айтып қояды. Жүрген Русланмен жүрген айтып қояды школда. Сондықтан соны тыңда. Содан жаман болмайсың. Бірге дайында, тура, етті турап берейін ба, жағын ашып берейін ба деп. А то біздің әйелдер қойдың жағын айырады. Ұят емес пе? Әйел адам қойдың жағын айырмайды. Ол ырымы жаман. Оны еркек істейді. Қойдың жағын айырады жесір әйел. Ешкімі жоқ оның. Сондықтан қойдың жағын айырып өстейді. Бізде әйел адам оны істемеу, еркек істеу керек. Еркек жәрдем беру керек, сүйекті шабу керек, сүйекті турау керек, ет турау керексің сен. Өзі еркек әйел бәрі готовый әкеп, бетіп қойып бергенге үйреніп қалғанбыз бәріміз. Кафедегідей жоқ, еркек адам өз турау керек, өз қолыменен әйеліне. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам не айтады? Ең сауаптың сауабы дейді, садақаның әйелдің аузына тамақ салған дейді. Өзі солай істеп пең өзі? Башар, тісің жоқ сенің аузың. Аузына сасық иіс шығады дейсің. Сен бүйтесіне бермейсің. Сол бүйтіп тура аузына бүйтіп асат. Қақалдырып өлтіріп қойма. Аздан бүйтіп аузына лайықтап тұрып сал. Ол сауап болады сал. Содан достық күшейеді, ағайындық күшейеді, махаббат күшейеді, подарка күшейеді, бір-біріңе сөйт. Жәрдем бер оған. Міндетім емес емес, сен міндетің сол. Семьяны сақтау міндетің. Отбасын ұстап қалу міндетің. Әйелдің қажетін өтеп беру міндетің. Әйелдің сұрағанын жасап беру міндетің. Сол үшін еркексің сен. Сол үшін сені Құдай сондай қылып жаратқан. Әкесін тастап, жылы ұясын қойдың жағын айырғаннан кейін, еркектің жағын айырып жіберіп жатыр. Туысқанымен қоса бәрін, бірақ біреуін бір жағына, біреуін бір жағына. Қазір жағын айырғыш болып кетті бәрі. Жағыңды айырып жіберейін бе деп. Сондықтан солай. Пәтуалар, мен пәтуа бермеймін, пәтуаны өз беретін де бар. Енді өзінің деңгейі солда енді, бола алмағандар сөйлей береді. Мен пәтуа беріңдер, мен тыңдаңдар, мен пәтуа беретін деп отқан жоқпын ғой. Менің айтқаным, енді уағыз деп айтамаймыз, өйткені уағызды неде айтады? Мешітте айтады. Мен туралы сөйлегендердің дерлігі өзі жұмыста жоқ, кешіріңіз, қаңғып жүрген біреу. Жарты өмірі бір жақта, жарты өмірі бір жақта. Сондықтан 32 жылдан бері бір орында, елімде, халқыма қызмет жасап жатқан адамбыз. Сондықтан солай. Алла куә деп айтып қойса дейді. Өтірік айтып қойса дейді. Охо. Енді бұл антқа өтіп кету ықтимал. Антты кафарат өтеледі. Кітап қарап көріп, жағын болсам 3 күн ба, 10 күн ораза ұсталады. Антты бұзудың. Емин үкімін қарау керек. Емин анттың үкімінде сондай мәселе бар. Өткенде ғана бір қарап көрем деп соның уақытым болмады. Бірақ жақсы емес жаңағыдай сөз айту. Маған кісілер келіп тұр деймін. Тақылдаған дауыстар естіп бір секунд. Мешітте көріп алайық. Ого. Ассаламағалейкум, саламатсыздар ма? Кімге? Мен келіп тұрамын сізге. Қазір. Жақсы, Алла. Келіңіздер. Алла өміріңізге береке берсін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қыстар көп екен.